Жүр. Ай, ұйықтамай. Ақыр аяғында телевизор қосып бердім. Аяр екеуміз. Әңгіме тауып дегеніміз ғой. Такси келгенде ой болмай. Иә, сағат 1:30-ға дейін жүрді. 2-ге дейін ба. ұйықтауы қиын болып кетті ше. Папайың да жұмысқа ақтан қозғалып кетті ме? Иә, қозғалып. Қойш? Иә. Ол қайнады шайны. Шайны қайнады. Шай ішеміз. Неше болды сағат? 9 май, сағат 9:15 кетті. Бүгін мейрамдар не айтпақшы? Бүгін қандай мейрам білесің ме? 9 мамыр Жеңіске қанша жыл? 88 жыл. Қанша? 80 жыл. 1940 не болды ма? 1941 жылы Иә. соғыс басталып 22 июнь күні. 22 июнь күні, маусым күні. Сонда да не 22 июнь мейрам ба? Жоқ, мейрам болса алды. Неге санау? Өйткені ол соғыс басталған кез ғой. Соғыс басталғанда мейрам болмайды ғой. Соғыста қанша адамның қаны төгіледі. Ол мейрам емес. Қанша адамның қаны төгіліп, жеңіске жеттік біз. Осыдан 80 жыл бұрын, 1945 жылы 7 мамыр соғысқа. 9 мамыр күні жеңіс күні деген сол үшін қалып кеткен. Жеңіс күні осы күні аталады. Ал 7 мамыр төбелескен. 7 мамыр ол төбелескен емес. Отан қорғаушылар күні. Отанды қорғайтын кімдер? Ер азаматтар. Мәншүк ол соғыста қатысқан батырлар. Ал отан қорғаушылар күні 7 мамыр дейтіні. Біз 7 мамыр күні жігіттердің мейрамы деп айтамыз. Негізінде ол жігіттердің мейрамы емес. Ол Қазақстан Республикасында осы соғыс Құдай сақтасын болып қалған жағдайда бізді кім қорғайды? Кім қорғайды? Ел, адамдар. Қандай адамдар қорғайды? Айтсай, қандай адамдар қорғайды? Ер азаматтар қорғайды, дұрыс па? Ер азаматтар қорғайды. Олар өйткені армияға барады. Армияға не үшін қыздар бармайды? Өйткені олар нәзік жандылар. Жігіттер бар. Жігіттер сол